Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Шұғыл ақпарат. Қазақстанда мерзімінен бұрын зейнетке шығу кейбір азаматтар үшін еңбек қызметін белгілеген мерзімнен бұрын аяқтаудың нақты мүмкіндігі болып отыр. Ерте зейнетке шығу бұл заңнамада белгіленген жастан бұрын зейнетке шығу мүмкіндігін беретін жүйе. Қазақстанда зейнетақы жүйесі еңбек жағдайлары, денсаулық жағдайы, зейнетақы жинақтарының болу және басқа да факторларға байланысты бірнеше ерте зейнетке шығу нұсқасы қарастырады. Біріншіден, ауыр және зиянды жағдайда жұмыс істейтін тұлғалар және екінші көп балалы аналар, үшіншіден мүгедектігі бар азаматтар, төртінші жеткілікті зейнетақы жинақтар бар азаматтар, яғни зейнетақы қорын өз жасына дейін толтырып қойған. Ерте зейнетке шығу үшін азаматтарға келесі қадамдарды орындау қажет. Ол азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясына немесе егов.кз электрондық үкімет арқылы жүгіну, ерте зейнетке шығу құқығын растайтын құжаттарды ұсыну, өтініш беріп, оның қаралуын күту, зейнетақы аннуитеті арқылы рәсімдеу кезінде сақтандыру компаниясын таңдап, шарт жасасу. Ерте зейнетке шығудың артықшылықтары мен кемшіліктері де бар екен. Ендеше бұған да назар сала жүріңіз. Артықшылығы ретінде зейнет демалысына ертерек шығу мүмкіндігі, жинақталған қаражат есебінен қаржылық тәуелсіздік, зиянды өндірісте жұмыс істейтіндер үшін денсаулықты сақтау. Ал кемшілігі зейнетақы төлемдерінің мөлшері төмен болуы мүмкін. Жеткілікті зейнетақы жинақтарының болуы қажеттілік. Ерте зейнетке шығу құқығына ие азаматтардың санаты шектеулі. Қазақстанда ерте зейнетке шығу кейбір азаматтар үшін белгіленген мерзімнен бұрын еңбек қызметін аяқтаудың нақты мүмкіндігі. Дегенмен бұл үшін белгілі бір талаптарға сай болу және кей жағдайда алдын ала зейнетақы жинақтарын қамтамасыз ету қажет. Ерте зейнетке шығу туралы шешім қабылдау қаржылық және әлеуметтік жағдайларды мұқият ескеруді талап ететін маңызды қадам. Мұны ұмытпаңыз.